жұбанның Дүйсенбайының жас кезі екен. Ол кезде екі ортақ адамдар атпен қатынайды. Дүйсекең Қызылорда төңірегінде жүріп, ортада ел әңгімелерін, аңыздарын айтып, біраз ағайынның разылығын алған екен. Сол жақтан бір ақсақал Дүйсекеңнің әңгімесіне риза болып, бір бұзаулы сиыр беріпті. Содан бұзаулы сиырды айдап, ауылға жол тартады. Жолда сиыр бұзауына қарайлап, өте шаршатады екен. Жолда бір шайлыда жүрген келіншекті көріп, жақындап сусын сұрайды. Келіншек: «Аға, аттан түсіңіз, шай қайнап тұр, үйден шай ішіп кетіңіз» дейді. Дүйсекең аттан түсіп шайлаға жайғасады. Келіншек шай суын беріп отырғанда, жөн сұразып, неге айдалада елден бөлектеніп жүргенін сұрапты. Келіншектің күйеуі армиядан қашып, осында екі баласымен қашып жүргенін айтыпты. Күйеуі аңшылық қылып, күн көріп отырғанын айтады. Шай суына риза болып отырған Дүйсекең: «Ана сиырды сауып, балаларға ағарған бер» дейді. Келіншек шелегін ала салып, сиырды сауып жатса, екі баласы кеселерін алып, саулып жатқан сүтті мәз-мейрам болып ішіп тұрғанын көрген Дүйсекең келіншекке былай депті: «Балам, мына сиырды ағайындар тарту етіп маған сыйлаған еді. Тамды қайда, мен қайда? Осыны аман-есен елге жеткізу бұйыруы бір Аллаға мәлім. Мына екі балаңа асқатық болсын, мен разымын, осыны сендерге атадым» деп кетіп бара жатса, ана келіншек көзіне жас алып: «Аға, Алладан кімнің тілеуін тілеп жүрерімді білейін, кім болдыңыз?» деп көзіне жас алыпты. «Мені ауылда жұбанның Дүйсенбайы, ал көпшілік кішкене бозғыл деп атайды» деп жолға түсіп елге кеткен екен. Арадан жылдар өтіп, кішкене бозғыл қартайған кез екен. Тамдыда Ақберді Исаевтың бірінші хатшы болып тұрған кез екен. Бір күні Ақберді Дүйсекеңе барып, сәлем беріп отырып: «Дүйсеке, биыл мына Қаракөл жоспарын аудан орындай алмай қалды. Сіздің тамыр танысыңыз көп. Оның үстіне уақытында агент болып та жүргеніңіз бар. Сізден өтініш, мен қаржы мәселейін шешейін. Сіз соған Қазақстаннан тері, жүн жиып, жәрдем беріңіз. Ақыңызды бергіземін» депті. Дүйсекең машинаны мініп Қармақшыға жол алыпты. Ол кісіні бәрі таниды. Барған жері думан әңгіме болары рас. Сол жерде арты картаға айналып, атамыз біраз ұтылады. Бір атыста онда козырный болып, ортаға ақша салып отырып: кішкене бозғыл, өлген жерің осы болар» депті. Атысып отырған жас жігіт: «Аға, не дедіңіз?» деп сұрапты. «Кішкене бозғыл, өлдің дедім» десе: «Аға, менде 3 тұз, бірақ мен жаптым. Сіз ұттыңыз. Бір шартым, осы жерден қимылдамаңыз» деп сыртқа шығып кетеді. Арадан біраз уақыт өтіп, сол үйге күңіреніп бір кемпір кіріп: «Ағажан, сізді де көрер күн бар екен. Шүкір, тәубе» деп Дүйсекеңді құшақтап жылапты. Дүйсекең таң қалып: «Ау қарағым, жөніңді айтшы, кім болдың?» деп сұраса, баяғы келіншек екен. «Аға, сіз кеткесін көп ұзамай күйеуім қайтыс болды. Сосын мен екі баламмен сіз берген бұзаулы сиырды алып елге келдім. Содан жұмысқа кіріп, балаларымды өсірдім. Жылдан жылға ауысып, балаларым азамат болды. Солармен бірге сіз берген сиырлар да көбейді. Сол сіз берген сиырдың тұқымымен екі балам да жоғары білім алды. Қазір біреуі совхоз директоры, сізбен карта ойнаған кішісі аудандағы сельхозтехниканы басқарады» депті. «Енді ат-тон шапаныңызды киіп, сыбағаңызды жеп, 2-3 күн қонақ боласыз, онсыз жібермеймін» деп үйіне алып кетіпті. Барғасын олар да Дүйсекеңнен не шаруамен жүргенін сұрапты. Ол елден Қаракөл езірісімен жүн жинау үшін келгенін айтыпты. Сонда үлкен ұлы ат салысып айтқан тері жүнін жиып беріп отырса, Дүйсекең: «Әй, сен сельхозда істесең, білсең керек, менде бір жаман дебетім бар. Анда-мында мінейін десем, балалар давление көрсетіп тұр деп айдамайды. Адамның давлениесін білсем де, темірдің давлениесін білмейді екенмін» депті. Оны есткен әлгі кемпірдің кіші ұлы жаңа ГАЗ 69-дың кузовын шешіп, қалғанын бөлшектеп, машинасына салып беріп отырғанда: «Кішкене бозғыл, өзің жесең артыңнан шығады, кісіге берсең алдыңнан шығады» деп риза болып елге қайтқан екен.